А оқиғасы Б-ның салдары болса, онда А, Б оқиғаларының қосындысы, одан кейін екінші А, Б оқиғаларының көбейтіндісі өрнектердің мәнін табыңдар. Бірінші А, Б оқиғаларының қосындысы тең болады А-ға. Екінші А, Б оқиғаларының көбейтіндісі тең болады Б-ға. А оқиғасы қораптағы шарлардың кем дегенде біреуі ақ түсті болатынын білдіреді деп алып, онда Аға қарама-қарсы оқиғаны алатын болсақ, бұл қорапта ақ түсті шар жоқ дегенді білдіреді. А-ны бірінші ойыннан 30 деп, Б-ны екінші ойыннан 30 деп алатын болсақ, онда бірінші жағдайда екі билеттен бір ғана 30 түсті дегенді білдіреді. Яғни жазып қоятын болсақ, екі билеттен бір ғана 30 түсті. Ана 30 түсті деп жазып қоямыз. Түсті деп. Ал екінші жағдайда кем дегенде біреуінен немесе екеуінен де 30 шығады дегенді білдіреді. Кем дегенде біреуінен немесе екеуінен де 30 шығады дегенді білдіреді. Сонда жауабын жазатын болсақ, екі билеттен бір ғана 30, бірінші жағдайда. Біріншісі, екі билеттен бір ғана 30. Бір ғана 30. Екінші жағдайда кем дегенде бір 30 түседі. Бір 30 түсті деп жазамыз. Бірінші теңдікті жазсақ, Б-сы оқиғасы А-ның салдары болады. Сонда оны жазып қоямыз. Б-сы оқиғасы А-ның салдары. Екінші жағдайда А, Б, С оқиғаларының қосындысы тең А деп алатын болсақ, онда А оқиғасы Б, С оқиғаларының қосындысының салдары дегенді білдіреді. Оны жазатын болсақ, сонда А оқиғасы Б плюс С-ның салдары дегенді білдіреді. Жауабы біріншіде Б-сы А-ның салдары. Б-сы А-ның салдары. Екіншіде, яғни А оқиғасы Б плюс С-ның салдары. А оқиғасы Б плюс С-ның салдары болады.